Так, достар, біз қазір мынау лайт-шопқа келдік. Бұл жерде Райан Гарсия, Канело, в общем, әлемдік боксерлардың бәрі осы жерде киінеді. Мен де осы жерде киінемін, экипировка аламын боксерский. Мен ештеңе алмадым Қазақстаннан, потому что үлкен орын алады да. Мен сол үшін осы жерде киінемін, тренировка істеймін 2 ай. И сол экипировканың бәрін осы жерде тастап кетемін. Мынандай болған менде. Мынау Қазақстанда $500, мына жерде $170 тұрады. $264. Çok жұмсақ. Адеме $209 тұрады. Мынау жақсы екен, осыны алып. $26. Неден басам. Come on bitches, болып тұр. I'll show you Kazakh punches. $105 тұрады екен, бандаж. Перчатка, шлем. О, мынауға бізге керек. 2. Не? Бинт. Ақша өте көп кетіп жатыр сборға. Мынаның барлығы қанша шығатынын мен қазір көрсетемін сіздерге, достар. Мен Америкаға шықпай тұрып, Қазақстанда банк центркредиттің #180 деген картасын ашып алдым. Осымен төлейін деп жатырмын қазір. Неге бұмен төлеймін? Өйткені 180 күнде льготный кредитование береді, бұл 3 миллионға дейін. 180 күнде мен процентсіз қайтарып бере аламын да. Маған өте удобно. Мен қазір қанша ақша төлеймін экипировкаға. Маған керек та бұл заттар. #180 картасымен төлеп, мен ертең бойдан гонорар аламын, сол ақшадан қайтарып беремін да. Өте ыңғайлы. Главный бұндай покупкаларды тек керек нәрселерге жасау керек та. Там образование, денсаулық, семдеуге, не болса соған бұны жасауға болмайды, өйткені қайтару керек. Соны имейте в виду, өте ыңғайлы, достар. Особенно мынандай шетелде жүрмін, қазір мен жұмыс жоқ менде. $1106. Окей. Pay by card. Pay by.